Кеш кайырлуу болсун, аса урметтүү казагым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Қазір біз Түркістаннан Кентауға келе жатырмыз. Так. Стоп, контроль. Қазақта осындай сөздер көріп едіңдер? Контроль. Бақылау дейміз, я? Қазақша. Мына адамдар бір-біріне деген сыйластық, адамгершілік деген жоқ па, түсінбеймін мен. Бір қатар болып келу керек, мыналар екінші, үшінші қатардан келгендер ғой, өздер жандарынан өтіп. Қайырлы кеш. Не отыр? Не болып жатыр? Кептелсің себеп? Жұмыста жүріп дәл қазір. Осы жақтарда ма? Тазарту ма әлде температура тексеру ма? Температура тексеріп отыр. Тазартып жатқан жоқ ешкімде. Тазартып дезинфекция жасап отыр ғой. Қазір көрейік, жақсы. Қайырлы күн. Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Не істеп жатсыздар? Түсіріп отырып, адамдардың бәрін. Сосын себеп Коронавирусқа қарсы. қалай жұмыс істеу керек екенін үйретейін ба, әлде білесіздер ма? Әдейі істеп тұрсыздар ма? Не жұмыс жасау керек? Машина тұрады, былай адамдар жинауға болмайды ғой. Ауру жұғып кетуі мүмкін ғой бір-біріне. Бізге старший осылай берілген, старшийдің айтуы бойынша старший қазір келеді. Жоқ қой мына жерде. Не жазып жатыр сонда газетте? Так. Сендер қалалықтар тексеріп жатсыңдар ма, бәрін ба? Жо, не тіркеу? Кән старшыларың? Қазір келеді, видеоға түсіруге болмайды телефонмен. Кім айтты? Президенттің жарлығы бар. Кәні? Анау қағазда. Жүр. Алып кеш маған. Мен алып келемеймін, ол іліп тұр. Ол старший іліп болған. Қай бетінде? Дәл сол бірінші бетте жазылып тұр, е? Я сосы ана. Жақсы. Так, мынаны алып оқысам болатын шығар, е? Болмай ма, бола ма? Рұқсат бересіздер ма, бермейсіздер ма алып оқуға? Алмай оқи берсеңіз. Так, мына жерде камераға түсіруге болмайды деген бар екен. Қай жерінде жазулы? Қай бөлігінде жазулы? Жоқ, оқып көрсеш дегенде мына жақта қанша? 30 бет тұр ғой? Оқымаймын да мен. Араларыңызда үлкен кім? Жауапты. Жоқ дейді ғой мына жақта жауапты. Үш жерде бар. Жаңа старший бір кісіге көрсеткен осылай сіз сияқты. Жоқ, енді маған көрсетсеңші, ана жақта 30 бет тұр, мен соның бәрін оқып тұрып уақытымды құртайын ба? Мен оны білмеймін, оны старший. Сіз қалай білмейсіз? Президент егер бұйрық берген болса сондай, сіз соны қалай білмейсіз? Старший ілінген, содан жаңа бір кісіге көрсеткен. Сіз қазір неғып тексермей жатсыз, ар жаққа барып бұйрық берілді ме осы жаққа адамдардың өздері келсін деп? Иә, солай старший өзі айтқан. Старшийыңыздың аты жөні? Жеңіс Оразалиевич. Сосын? Маған қарап түсірмеңіз камера. Жо, сосын сотқа бересің, ары қарай өзің білесің ғой? Оразалиевич Жеңіс деген. Фамилия? Фамилиясын білмедім, өйткені ол басқа неден. Неден? Скорыйдан. Сен қай жақтансың? Қайсы поликлиника? Бірден. Ол қайсыдан? Скорыйдан. Сіз сонда карантин бекетінің үлкенін араларында білмеймін деп тұрсың, танымайын деп тұрсың ғой? Танимын, Оразалиевич Жеңіс. Фамилиясы? Мен фамилиясын білмедім. Ооо! Жігіттер, араларында қайсысың ең үлкен? Сіз ба? Капитан ба, қалай? Қалай обращаться етейін? Полиция лейтенант Кенбаев. Кім? Полиция лейтенант Кенбаев. Маған көрсетіп жасашы, мен қазір дұрыс түсінбей жатырмын да фамилияңды. Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Иә? Сұрағыңызды айтасың. Жо, маған таныстырсаңыз өзіңізді. Так, облыстық па, қалалық па? Так, қазақшасы полиция лейтенант Кенбаев Бексұлтан Амангелді 2022-ге дейін. Жақсы, Кенбаев. Мына бекетте былай тексеріс жүруді кім рұқсат берді, немесе бұйрық берді? Талап па, не бұл? Жоқ, басқа бекеттер көріп жатырмыз ғой, Алматыда қалай жұмыс істеп жатыр, Шымкентте қалай жұмыс істеп жатыр,
Машиналар тұрады, келіп тексеріс жасайды температураны. Енді арнайы қойған блокпост тұрған медицина қызметкерлері тексеріп жатыр. жо мына жаққа келіп тексеруге болмай ма? Қазір сендер мына жаққа адамдар жинап жатсыңдар да, и соның арасында жұқтырып жіберсе не істейсіңдер? Осы жерге келіп тексеріп жатыр ғой медицина қызметкерлері. Жо түсінесің ба? Ана термометрмен келіп әрқайсысын жеке машинасынан шығармай тексеруге болады. Неге сондай жұмыс? Сендерге қазір өзгертуге ол жобаны кім рұқсат берді немесе бұйрық берді? Мен өзгертуге. Былай мына жаққа ішке шақыруға. Бұйрық берген жоқ, медицина қызметкерлері тексеріп отыр, біз тексеріп жатырмыз. Мына бекетке кім жауап береді, Кенбаев? Түсінбедім. Сіздерге кім жауап береді осы жерде? Мен дедіңіз дұрыс па? Кән басшы адамдар, сөйлесен мен. Кенбаев? Звондап білсем түсінді. Звондап білейін ба? Звондап байланыс тұр онда, звондап білсеш. Осы жерде тұру керек қой бекетте. Кім жауапты бекетке? Адам бізге телефон басаған хабарлап. Жо жауаптыны білесіз па, білмейсіз па, Кенбаев? Кім жауап? Қай Осы бекетке жауапты нақты сұрақтарды кімге қоя аламын? Жүзекке звондаймын ба? Бірінші медицина қызметкерлері. Медицина қызметкерлеріне бардым, олардың басшысы жоқ екенбіз. Қазір бізде басшымыз жұмыс бар. Басшыңыздың аты жөнін атасаңыз толықтай. Кенбаев, Айта беріңіз, напыңыз. басшыңыздың толық аты жөнін атасаңыз. Қай басшы керек сізге? Жеке осы бекетке жауапты байланысты. Телефонына звондап біз. Сіз білмейсіз ғой. Бәрі білмеймін, мен дауыс отырып біз. Басқалар біле ма, білмей ма? Барудың қажеті жоқ па? Айтып тұрмыз сізге, мен жауап беріп тұрмын. Осы патрульденсіз ма, Кенбаев? 351-ден? 351-ден. Қазір сіздер дені дұрыс бекет сияқты жұмыс істеуден бас тартып тұрсыздар ғой, а? Осы жұмыс сақтап тұрмыз. Осы дұрыс па сіздердің ойларыңызша? А? Дұрыс қой осы. Кенбаев, ресми түрде жауап беріңіз, қызметтесіз ғой. Айтып тұрмын ғой. Медицина қызметкері барып тексеріп жатыр. Барып тексеріп жатқан жоқ қой, мені көріп тұрмыз ғой, медицина қызметкері қайда, машиналар қайда. Сұрақтар қойып бердіңіз сізге. Олар жауап бере алмады мен қазір сіздерден. Сіздер жауап беріп тұрмын. Енді Медицина мына жұмыстарыңыз дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтыңыз болды. Так, Кенбаев, біліксіз деген осы. Сонымен қанша уақыт өтті? 10 минут өтті, басшыларыңыз келді ма, келмеді ма? Білмедім, қазір келеді ғой. Білмедіңіз бе әлде, келмеді ма? Қазір келеді. Қазір ол қашан? Созылмалы түсінікті, қазір деген. Шымкентте ол 3 сағатта алуы мүмкін, Алматыда 2 минутта алуы мүмкін. Сонымен қазір деген қанша уақыт күтейін? Қанша уақыт күтейін айтсаңшы? Сіздерге қазір мына жақта машинам барып тексеруге термометрдің батарея отырып тұрған жоқ, дұрыс па? Себеп болса мен түсінетін едім, адамгершілік көзқараспен қарап. Қазір сіздерде о бұйрықты кім алып тастады? Жо, неге барып тексермей жатсыз деймін да, өз қызметіңіз неге дұрыс атқармай жатсыз? Осылай бізге бұйырды. Кім бұйырды? Жаңа фамилиясын білмейтіңіз, Оразалиевич па? Бұндай бізге. Осы жерге келіп, Төбеден деген қайда, Астана ма? акиматтан келіп бізге. Осылай Акимат бұйрық берді ғой. кіргізіп осылай тексереді.